Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 23-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, сабағымыздың тақырыбы дыбысы. Ендеше дыбысы туралы мағлұматтар алатын боламыз балалар. Дыбысы дауысты дыбыс болып саналады екен. Ол басқа тілден енген сөздерде және сөздің басында кездеседі екен. Мысалы, эфир сөзінде, эскалатор сөзінде, экипаж сияқты сөздерде кездеседі және әр сөздің басында кездеседі екен балалар. Балалар, олай болса 16-шы сабақты, 16-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл тмд елдерінде өткен алғашқы көрме болды. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталады. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді дейді. Балалар, ендеше астындағы сұрақтар мен тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін не туралы дейді? Балалар, бұл жерде мәтін экспо туралы айтылып отыр. Экспоның бүкіл әлемдік көрме екендігі және де оның ең алғаш Ұлыбританияда өткендігі туралы. Сонымен қатар 2017 жылы Экспо 2017 көрмесі Астанада өткендігі туралы айтылып жатыр. Және де сұрақтарға жазбаша жауап бер дейді. Олай болса, төмендегі 3 сұраққа назар аударамыз және оларға ауызша емес, жазбаша түрде жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақ: Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталады дейді. Себебі мәтінде айтып тұрғандай, Экспода күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізіледі екен. Сол себепті Экспоны бүкіл әлемдік көрме деп атайды екен. Және де екінші сұраққа: Экспо 2017 көрмесі қайда өтті дейді. Біз бұл сұрақтың жауабын әрине мәтіннен табамыз. Яғни Экспо 2017 көрмесі Астана қаласында өтті. Және де үшінші сұрақ: көрменің тақырыбы қалай аталды дейді. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Мінекей балалар, осылайша біз жазбаша түрде жауап бердік. Балалар, мәтіндегі дыбысы бар сөздерді тауып, бұл сөздердің мағынасын дерек көздерден біліп ал дейді. Яғни бұл жерде экспо, энергия және эфир деген үш сөз деген дыбыстан басталады екен. Және де бұл сөздердің мағынасын дерек көздерден іздеп, беретін мағынасын сендерге төменге жазып қалдыратын боламын. Енді 17-ші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздерді қатесіз көшіріп жаз дейді. Эрмитаж, эстрада, экскаватор, эстафета дейді. Балалар, осы сөздерді жақсылап кітабымызға қарап, қатесіз тыныс белгілерін қойып, көшіріп жазамыз. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қоюларыңа болады. Содан кейін қайтадан видеоны қосып тапсырмаларды орындаймыз. Енді астындағы тапсырмаға назар аударайық. Өзің дыбысы бар бірнеше мысал айт дейді. Сол сөздердегі дыбысын дыбысы бар сөздермен салыстыр дейді. Балалар, бұл сөздерден басқа біз тағы қандай деген дыбыстан басталатын сөздер білеміз. 16-шы жаттығуда айтылғандай, дыбысынан басталатын энергия деген сөз бар екен, эфир деген сөз бар екен, электр деген сөз бар екен балалар. Және де біз бұл сөздерді дыбысы бар сөздермен салыстыруымыз керек. Олай болса, біз электр деген сөзді дыбысынан басталатын сөзбен салыстырып көрейік. Мысалы, электр және емен. Яғни бұл сөздердің жаңағыдай бұл дыбыстардың ұқсастығы және дыбыстарының екеуі де дауысты дыбыстарға жатады екен. Ал дыбысы тек сөздің басында ғана кездеседі екен. Ал дыбысы сөздің соңында да, ортасында да, басында да кездесе беретін дыбыс екен, әріп екен. Және де дыбысы жаңағыдай шет елдерден кірген кірме сөздерде қолданылады екен. Олай болса 18-ші жаттығуға назар аударайық.
көп нүктенің орнына немесе әріптерінің тестісін қойып сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Олай болса бізге 3 сөйлем берілген екен. Осылардың осы сөйлемдердегі көп нүктенің орнына осы 2 әріптің қажеттісін қоюымыз керек. Көшеде электр шамы жарқырайды. Екінші сөйлемде ұшақ экипажсыз орнынан қозғалмайды. Үшінші сөйлемде балаларға эстафета ойнау қызық болды. Балалар, мінекей, бұл 3 сөйлемнің ішіндегі 3 сөздің барлығына да біз қандай әріпті қойдық? Деген әріпті қойдық. Енді тапсырмаға назар аударайық. Дыбысы бар сөздердің мағынасын түсіндір, осы сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Балалар, мінекей, экранға осы сөздердің беретін мағыналарын және де осы сөздерге дыбыстық талдау жасап көрсеттім. Олай болса, осы жаттығуды жақсылап тыныс белгілеріне назар аударып көшіріп алайық, балалар. Енді 19-шы жаттығу. Шынықсаң шымыр боласың. Эстафета жарысына құттықтау сөз дайында. Ол үшін келесі беттегі сурет пен сызбаны пайдалан. Ендеше кітабымыздың келесі бетін ашамыз, балалар. Балалар, бұл жерде суреттерге қарауымыз керек екен. Бұл жерде барлық балалардың қолында шар тұр екен, ал ол шарда бізге қажетті сөздер жазылып тұр екен. Яғни біз бұл сөздерді өз орындарына қойып, жаңағыдай эстафета жарысына қатысушыларға құттықтау сөз дайындауымыз керек екен, балалар. Олай болса, біз бұл сөздерді пайдаланып осындай құттықтау сөз жасауымызға болады екен. Жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз. Балалар, мінекей, балалардың қолындағы шарлардағы сөздердің орындарына қою арқылы біз осындай құттықтау сөз дайындадық. Енді құттықтау сөзі шығу үшін шар ұстаушылардың орнын қалай өзгерткен дұрыс дейді. Мінекей, балалар, біз осылай жаңағыдай өзгерттік. Екінші тапсырма, шарлардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толықтыр дейді. Балалар, бұл жерде сұрақ берілген. Осы сұраққа жауап болатын сөздерді мына көп нүктенің орнына қоюымыз керек екен. Кімді? Жарысқа қатысушыларды. Немен құттықтаймыз? Жеңістерімен құттықтаймыз, Қалай құттықтаймыз? Әрине, шын жүрегімізбен құттықтаймыз, міне, шын жүректен. Сонда жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз деген жаңа құттықтау сөзі пайда болады екен, балалар. Балалар, осымен бүгінгі 23-ші сабағымыз өз соңына жетті. Келесі 24-ші сабақта сендерді асыға күтетін боламын. 24-ші сабағымыз жаңа тақырып, яғни В дыбысы тақырыбында болады. Келесі тақырыбымызды, келесі сабағымызды жіберіп алмаш үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар, балалар. Және де өздерінің сыныптастарыңа осы видеоны жіберуді де ұмытпаңдар. Олар да бізбен бірге сабақ оқысын.